Сәлем достар, бүгін өте дәмді шығатын бананды панкейк пісіреміз. Ол үшін біз бананымызды алып, шанышқымен езіп майдалап аламыз. Үстіне қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне жұмыртқамызды қосып, тағы да араластырамыз. Видеода көрсетілгендей жақсылап араластырып, үстіне ерітілген сары майымызды құямыз. Сосын сүтімізді қосып, тағы да араластырамыз. Қамыр қопшымызды алып, ұнға саламыз да, ұнымызды сұйық массамызға салып араластырамыз. Каналымда күнделікті жаңа рецепттер шығады. Каналымды жоғалтып алмас үшін тіркеліп кетіңіздер. Видеода көрсетілгендей біркелкі масса шығу керек. Және ыдысымызды алдын ала қыздырып аламыз да, майсыз 2 ас қасық құйып, дөңгелетіп, құймақ пісірген секілді пісіріп аламыз. Бұл өте тез піседі, 2-3 минуттың ішінде. Өте дәмді бананды панкейкіміз дайын болды. Бананды панкейктің бетіне әсемдігі үшін мен бал құйып шықтым. Қалауыңызша шоколад ертіп құйсаңыз да болады. Өте дәмді панкейкіміз дайын болды. Ас болсын.